Құрметті достар, қазақ әдебиетінің классигі, көрнекті ғалым, қоғам қайраткері Мұхтар Әуезовтің туғанына 125 жыл болуына орай Мұхтар Әуезовті оқимыз атты халықаралық акция байқауына қатысушы Көкпекті ауылдық модельді кітапханасының аға кітапханашысы Рахимкулова Гүлжан. Кешкі дөң басында. Жаздың жайлы кеші, бойды сергітетін қоңыр салқын леп дымқыл тұнық ауада біліне бастаған. Зәрі қайтқан қызыл күн әлсізденіп, таудан асып, ұясына кіріп барады. Жұқалан ұзынша көк бұлт қызық сендей болып, батыр күнді ентелеп қамап тұр. Қара көк тұңғиық аспан күнбатыста тақаған жерінде қызыл торғындай толқынданып, кейбір жерінде қызулы өрттің жалындай жайнайды. Күннің ақырғы сәулесі түсіп тұрған тау бастары көлеңке басқан қоңыр жердің алтын шаттырындай нұрланып қызғылттанады. Дөң басы қазіргі уақытта ерекше көңілді. Кешкі жақын у-шу көбейіп, азан-қазан болған ауылдан шығып, биік сары дөңге көтеріліп келе жатқан бойын биікке тарта бергендей болады. Кейбір жерде көз ұшында аспан төніп жерге қонып жақындасып, жымқындасқандай көрінеді. Кейде жерден көтерілген биік таулар иректеніп аспанға созылғандай. Күнбатыстан басқа жақтың пішіні сұрғылт тартты. Алыстар қара қошқыл тауда бетіне көлеңкедей әжімі жиылып, салқын пішінмен төнеркендей. Еттеп қоңырқай тартқан иесіз дала жеңіл тұманды жамылып сазарғандай жым-жырт. Күн батты, қызыл шапақтың көрікті ажары минут сайын бесендеп, дүниені қаптаған сұрғылттан жеңіліп барады. Жас баланың үзілген жердегі түсіндей болып, қаны тамған қызыл бетке аз-азданып, көкшіл сұрғылт өлім таңбасы араласқанға ұқсайды. Құлақта ойдағы ауылдардың үні келеді. Қабат-қабат қалың таулардың арасында иіріліп жатқан жасыл сайдың бойын құлдидай қонған 3-4 ауыл. Ерім-ерім әр ауылда алқан қотан тігілген қараша үйлердің қалың ортасында бірақ үй жарық қара су ішіндегі суретіндей жарқырай түседі. Кешкі суға жаңа қайтып келе жатқан топ-топ жылқы ішіндегі түс айқын қыламдармен шұбырланып, жасыл шалғанның үстінде пыр-пыр етіп келе жатыр. Шаңғырып тепіскен, үйірін іздеп кісінген дауыстары кешкі ауадан қатты жаңғырып көтеріліп еді. Еркектің көбі су жағасында әңгіме құрып, жылқы аралап жүр. Ауыл кешке өзгеше жанданғандай. Қатын бала, кемпір шалға шейін тыста. Әркім әртүрлі шаруамен қарбаласады. Аңшы жылдамдатып кейін шегініп келіп, бос жорғаны қамшылап, дабылды ыңғайлап алып шаба жөнелді. Бірер секундтың шамасында қаздарға жақындап келіп, қашығаны серпіндетіп, лақтырып жіберіп, дабылды қағып қалды.